Жеті өнерпаз ертегісі. Баяғыда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның жалғыз ай десе аузы, күн десе көзі бар Ханшайым деген қызы бар екен. Қыздың сұлулығына қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің күнінде Ханшайым 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезде Ханшайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп кетеді. 40 қыз төменде шулап қала береді. Жылап сықтап кешке үйлеріне оралады. Бірнеше күнге дейін олар ханға болған жайды айта алмай қатты қиналады. Ел жұрты жиналып, ақылдасып, сол арадағы бір дана қарияны хан алдына жібереді. Болған оқиғаны естіген хан есінен танып құлап түседі. Оны қоршап тұрған нөкерлері қорқып қалады. Тек данышпан қария ғана бетіне су бүркіп, ханның есін жиғызады. Басу айтып, ханды тәубесіне келтіреді. Біраз уақыт өткен соң өз-өзіне келген хан бақсы балгер, қожа молдаларды жинайды. Бірақ олардың бірде-бірі қызды кімнің алып кеткенін, қазір оның қайда екенін біле алмайды. Ешкімнен жәрдем болмайды. Тек ханның Назар атты уәзірі келіп, ханмен ақылдасады да былай дейді: мұхиттың арғы жағында Сәлім деген балықшы тұрады. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Тапса қызыңызды солар табар. Жаныма 500 әскер қосып, темірден кеме соқтырыңыз да мені сонда жіберіңіз. Хан табанда темір кеме соқтырып, бас уәзірін сол балықшы Сәлімге аттандырады. Ол бір айда аман сау мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, шалдың өзі ғана отыр екен. Алғашында шал әскермен келген Назардан қорқып қалады. Назар Сәлім шалмен амандасып болған соң мән жайды баян етеді. Ханның алтын мөрі басылған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сәлім шал балаларын шақырып алып: бұл қонақтар алыс шет жерден сендердің өнерлеріңді естіп жетіпті. Сол елдің ханы қарақұс алып кеткен қызын тауып берулеріңді өтініп хат жолдапты. Егер тапсаңдар, қызын дүние мүлкімен береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар, дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға ереді. Олар кемеге отырып, кері қарай қайтады. Хан еліне жетуге 1-2 күн қалғанда, Назар бір жауынгерін ханға сүйінші сұрауға жібереді. Ол барып сүйінші сұрайды. Хан аямай сүйіншісін беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып, той жасайды. 7 өнерпазды ертіп, аман сау Назарда жетеді. Хан өнерпаздарды көріп, қатты қуанады. Бірер күн тыныққан соң, хан 7 өнерпазды сапарға аттандырады. Олар ұзақ жүріп, ақырында хан қызын көтеріп әкеткен қарақұсты табады. Қасына жақындай бергенде, қарақұс қызды алып көкке көтеріледі. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені ұша біледі екен. Ол інілерін көтере қарақұстың ізімен аспанға ұшады. Бірақ қарақұс пен қыздан айырылып қалады. Оларды іздеп көкте 7 күн, 7 түн ұшып жүреді. 8-ші күн дегенде бір дарияның ар жағында отырған қарақұсты, шашын тарап тұрған қызды көреді. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорыққан қарақұс қызды алып тағы да аспанға көтеріледі. Сонда қуғыншылардың кішісі: қыздан айырылып қалдық, деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: өнеріңді көрсет, дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Оның көздеп атқан оғы құстың 2 санын жұлып түседі де, ол төмен қарай құлдырайды. Қыз аспаннан шыр айналып келіп суға түседі. Үшіншісі сүңгуір екен. Ол суға батып бара жатқан қызды жағаға алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып, аман қалады. Кенет бір үлкен айдаһар пайда болып, лебімен бәрін жұтып алмақшы болады. Бұлардың 4-шісі асқан ұста екен. Ол қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырған еді, 5 шақырым жерден қорған соғылады. Әлгі айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып, қыса бастайды. Келесі кезек ағайындылардың 5-шісіне тиеді. Ол жер астынан жол салғыш екен.
Қолындағы асыл тасын шаққанда 5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады. Ал Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң еліне апаратын жолдың қай жақта екенін білмей дал болады. Олардың 6-шысы жол болжағыш екен. Ол бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ арып ашып шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген олардың жол жүруге шамалары жоқ еді. Осы кезде көмекке 7-шісі келеді. Ол тағам жасағыш екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, ағаларын тамаққа тойдырады. Кішкене әлденіп алған 7 өнерпаз бен қыз бір күндік жол жүріп, ханның еліне апаратын жолға шығады. Осылай бірнеше күн жүріп, ханның ауылына да жетеді. Ханшайым қызды аман алып келеді. Қуанған хан ат шаптырып 3 күн той жасайды. 7 өнерпазға қатты риза болады. 4-ші күні өнерпаздарды хан шақырып: «Сендер қызымды тауып әкеліп, бұйрығымды орындадыңдар. Енді менде уәдемде тұруым керек. Бірақ сендер 7 ағайындысыңдар. Қайсыларың маған күйеу бала боларыңды өздерің шешіңдер. Мен үшін бәрің бірдейсіңдер», дейді. Сонда 7 өнерпаздың ең үлкені тұрып: «Бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік. Қайсымыздікі артық болса, сол алсын», дейді. Хан мақұл көреді. Алдымен ағайындылардың үлкені бастайды: «Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам қызыңыз жоқ еді», деп 7 күн қара құстың ізімен ұшқанын айтады. «Сондықтан қыз маған тиесілі», деп сөзін жалғастырады. «Сенің өнерің таусылып, қызды қара құс аспанға алып бара жатқанда, мен атпасам, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиесілі», дейді 2-шісі. 3-шісі тұрып: «Ал мен суға құлаған қызды сүңгіп жағаға шығармағанымда, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиесілі», дейді. 4-шісі тұрып: «Мен тастан қорған соқпағанда, бәріңді де Айдаһар жұтып қоятын еді. Сондықтан қыз менікі», дейді. «Мен болмасам, бәрің де тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған лайық», дейді 5-шісі. 6-шісі тұрып: «Мен болмағанда, бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емеспін бе? Қыз маған лайық», дейді. Ақырында 7-шісі тұрып: «Менің табағымнан ас жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз менікі, маған тиесілі», дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып: «Бұл 7-інің де өнері бірдей. Бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқаларынан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз», дейді. Хан қызын сүңгуірге қосады. Қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетеді. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті.